Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жылдам жасалынатын етті бәліш дайындаймыз. Құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Мені жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бізге ең алдымен айранға жұмыртқамызды қосамыз. Араластырып аламыз. Енді еріген сармайды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнға қамыр қосқышымызды қосып, араластырып аламыз. Мен ұнды ситадан өткізіп алдым. Енді кішкене тұз қосып жібереміз. Енді ұнымызды бөліктерге бөліп сала отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, жұмсақ болып шығады. Қамырымызды илеп алды, жұмсақ болып шықты. Енді бетін жауып қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Барлығын төртбұрыштап турап аламыз. Жарты шай қасық паприка, татымына қарай тұз, жарты шай қасық қара бұрыш қосып, араластырып аламыз. Етіміз кішкене майлау болғаны дұрыс. Май қоспасаңыздар, кішкене құрғақтау болып кетуі мүмкін. Енді нанымызды алып, екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін кішкене кішірек қылып аламыз. Үлкен бөлігімізді кішкене осылай домалақтап аламыз. Енді үлкен бөлікті жаямыз. Оны сеуіп керек жоқ. Пистамыз өзі де жұмсақ, қолға жабыспайды. Енді противенге қойып, кішкене шет-шетін осылай бір тегіс қылып аламыз. Салмамызды саламыз. Осылай әдемілеп жаямыз. Енді кіші бөлігін алып, оқтаумен жаямыз. Өте қалың, өте жұқа емес. Енді осын пирогтың бетін жабамыз. Жан-жағына жеткізетіндей қылып, енді шетін осылай қаттырақ басып шығасыздар. Енді жұмыртқамыздың ағын сарысынан ажыратып аламыз. Бізге сарысы керек. Енді кішкене ғана сүт қосып араластырамыз.
бәлішіміздің бетіне толықтай жағып шығамыз. Бұл міндетті емес, жылтыр әдемі болып шығу үшін енді кішкене күнжіт сеуіп жібердім. Осы аралықта пешімізді қыздырып қоямыз 180 градусқа. Ортасын кішкене осылай бөліп қоямыз. Мінекей дайын, енді 180 градуста 30 минут пісіріп алдық. Мінекей пирогымыз әдемі болып пісіп шықты. Кескен кезде де өте тез кесіледі, жұмсақ. Өте жұмсақ, үлпілдек болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, еңбегімді бағалап кетіңіздер.